Қайырлы күн достар, бүгін біз шоколадный бисквит дайындаймыз. Оған ең бірінші ыдыс, менікі 21 диаметрді, мынандай кольцоны астына фольга төсеп, осылай дайындап алдым. Ең бірінші осылай дайындап аламыз. Одан кейін 6 жұмыртқаны белогын бөлек, жылтығын бөлек бөліп аламыз. Сосын миксерге қоямыз. Міне мында 180 грамм шекер, 180 грамм ұн, сосын 30 грамм какао, сосын шым-шым тұз, шым-шым разрыхлитель. Ситадан өткізіп барлығын осылай араластырып алдым. Сосын май керек болады. 70 грамм май керек болады. Енді мына белокты взбивать етеміз. Мына белок взбивать етіп кішкене араласқаннан кейін бетіне көбік пайда болған кезде мына шекердің жартысын қосамыз. Кеттік. Көпіріп бастады. Енді шекердің жартысын қосамыз жаймен. Әбден ақ көбік болғанға шейін осылай взбивать етеміз. Міне біздің белогымыз етілді, взбивать етілді. Енді венчикін алып жуып аламыз. Тез-тез. Енді қазір мына біздің жылтығымызға қалған шекерді қосамыз. Осыны взбивать етеміз енді. Осылай аппақ қылып взбивать етіп аламыз. Сосын 70 грамм сұйық май құямыз. Қайтадан взбивать етеміз. Осыған енді мына белоктың жартысын саламыз. Араластырамыз.
ұн, какао, разрыхлитель, тұз араласқан смесіміз саламыз жартысын. Ситадан өткізіп алдық барлығын. Астынан үстіне қарай осылай араластырамыз. Қалған белогымызды салып тастаймыз. Көп араластырғанды жақсы көрмейді бисквит. Сол себепті максимально аз араластырамыз. Қалған сыпучаларымызды саламыз. Міне алдын ала дайындап алған формамызға массамызды құямыз. Ішінде былғаймыз, араластырып аламыз равномерно жайылу үшін. Қағамыз. Қызып тұрған пешімізде 170 градуста қызып тұрған пеште 30 минут 160 градусқа қойып пісіріп аламыз. Қыздар, міне біздің бисквитіміз дайын. Енді 20-30 минуттан кейін, суығаннан кейін мына кольцосын алып тастаймыз да, бисквитті теріс қаратып, бетін жерге қаратып қойып, әбден суығанша қоямыз. Әбден суығаннан кейін пищевой пленкаға орап, холодильникке қоямыз. Сосын ертең торт жинаймыз. Қыздар, міне жарты сағат өтті. Енді бисквитімізді кольцодан аламыз. Міне осындай бисквит шықты. Қыздар, міне бисквитіміз суыды әбден. Енді осы пищевой пленкаға орап қоямыз.
осылай орап, теріс қаратып, осылай холодильникке қоямыз. Оң жағы осылай қоямыз.